17 қаңтар 2022 жылғы басылым қаңтар көтерілісі туралы оқиға екен. Мен бұны кенеттен көріп қалдым. Спорт деген Ресей туралы мәліметтерді біраз оқимын деп. Сөйтсек, бұл коммунистік журнал секілді. Жұмысшы табының эмансипациясына тек жұмысшы табының өзі қол жеткізеді деп Карл Маркстың үндеуін қойған осы коммунистік журнал секілді. Енді эмансипация деген босатылуы, оларды құтқару деген секілді. Енді Қазақстан Путин мұнай компанияларын қорғайтын мафиоздық үкіметті құтқару үшін дейді. Яғни бұлардың айыпталуы деп атайық, себебі осыны мен айтты деп, қолдады деп бірдеңе болып кетіп жүрмейік. Себебі бұл ой, бұл коммунистік коммунизм қазір жоқ. Біріншіден, екіншіден, бұлар ашық қателерді айтқан, немесе жала жабат деп айтылады ғой бізде ондай нәрселерге. Жала жабылған деп атайық, себебі біздің Қазақстанның құзыретті органдарында бұндай мәліметтерді таратпайды, және бұндайды бақта да хабарлай бермейді. Енді соны оқиық, не деген екенін бұл жерде айтыпты. Яғни Путин ОДКБ-ны жіберіп Қазақстанды құтқарды ғой, сол туралы айтқан. Қазақстан Путин мұнай компанияларын қорғайтын мафиоздық үкіметті құтқару үшін дейді. Сонда мұнай компаниялары бар, үкімет мафия деп, Қазақстанның үкіметін мафия деп жариялапты. Қазақстан басшылары биылғы жылдың 1-ші аптасында бүкіл халықтық көтеріліске қарсы тұрды деп жазыпты. Орталық Азиядағы бұрынғы Кеңес одағы республикасының 19 миллион тұрғыны бар, сондай-ақ уранның, шикі мұнайдың, табиғи газдың және көмірдің әлемге белгілі қорларының басым бөлігі бар. Қазақстан Республикасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың үгіт насихат қажеттілігі, шетелден келген орталық ұйымдастырылған мыңдаған лаңкестер мен қарақшылар туралы ойдан шығарылған оқиғаға әкелді депті. Бірақ наразылықтың 3-ші күнінен кейін ол қозғалыстың бұқаралық жұмысшы сипатын мойындауға мәжбүр болды. Тоқаев күшейіп келе жатқан ереуілдерге іс жүзінде тыйым салған төтенше жағдай жариялады. Ол сондай-ақ жылдың 1-ші күні күшіне енген жанар-жағармай бағасының үлкен өсуін 6 айға кері қайтарды деп мәлімдеді. Тоқаев кінәні өзі отставка жіберген үкіметтің қалған бөлігіне артты. Ол мүмкіндікті пайдаланып КСРО тұсынан ел басқарған ұстазы Назарбаевтан құтылғысы келді деп жазыпты. Енді олай емес болу керек. Қарапайым халық Назарбаевты жемқорлық арқылы миллиардтаған байып кеткен бюрократияны бейнелеген режимнің құдасы ретінде мафиялық мағынада көріп жек көрді деп жариялапты. Бюрократия дегеніміз халық таңдаған үкімет емес, өздері тағайындалған біраз шенеуніктер ғана заң шығару, сол шенеуніктер ғана өздерінің қалағанын орындатумен бірге кез келген мемлекеттік шешімдерді халық қалаулылары емес, таңдалғандар емес, жеке тағайындалғандар мемлекеттік шенеуніктер ғана өздері шешім қабылдай беретін бюрократиялық деп айтады. Енді ыстық картоп дегеніміз, мысалға мен қолыма ыстық картоп лақтырып жүрсе, мен ыстық оны ұстаймын, басқа біреуге қолына лақтырып жіберемін. Ол ұстаймын, басқа біреудің қолына лақтырып жіберемін. Сондай сияқты ыстық картоп деп тұрған бұл жерде проблема. Ыстық картопқа айналған ол қауіпсіздік кеңесіндегі өмір бойы президенттік қызметінен құтылды деп айтылайықшы енді. Оның кейбір туыстары билік шыңындағы маңызды орындардан Тоқаев кланына айырылды. Яғни өзінің маңызды орындарынан біраз туыстары айырылып, ол Тоқаев кланына берілді. Тоқаев кланы алып қойды деген сияқты жазылған-ау. Бірақ халық үшін түбегейлі ештеңе өзгерген жоқ депті. Мұнай мен көмір кен орындары 10 мыңдаған жұмысшылар шоғырланған Каспий теңізінің жағалауынан басталып, экономикалық астанасы Алматы орналасқан солтүстікке де оңтүстікке де жетті. Онда армия мен полиция шереуілдермен қақтығысты. Олардың кейбіреулері қару-жарақ қоймаларын тонап,
бұрынғы президент резиденциясын өртеп жіберді дейді. Кейбір қалаларда кейде демонстранттар полиция мен сарбаздардың достық бейтараптығын жеңіп алды. Яғни сарбаздар олар мен полицейлер халық демонстранттармен соғыспай, қақтығыспай, және оларға мүмкіндік беріп қойған дейді. Бейбіт тарапта достық болды деп тұр ғой енді. Олар үкімет ғимараттарын басып алуға мүмкіндік берді. Жағдай оның бақылауынан шығып бара жатқанда Тоқаев әскерлерге өлтіру үшін оқ атуға бұйрық берді және оның солтүстіктегі көршісі Владимир Путин ұсынатын Ресейді құтқаруға шақырды депті. Қазақстанға ресейлік десантшылар жіберілерден бір күн бұрын Ресей үкіметі Путин елдің ішкі істеріне ешкім араласпауын талап етті дейді. Яғни елге ешкім араласпау керек депті дағыны, бір күн алдын, бірақ ертесіне шақырған кезде өзі барып араласты. Бұны не үшін айту мүмкін? Енді әрине бізде сондай қазба байлықтар бар, ал оған Қытай, батыс елдері, Европадан, ақш-тан адамдар алартып келетін болса, Ресей өзінің біраз үстемдігінен айырылып қалады осы геополитикалық аймақта. Сол себепті айтқан болуы да мүмкін. Енді бұның тағы рас емес екенін біз де біле бермейміз, себебі бұл Спарк деген Қазақстанда қатты танымал емес және мойындалмаған. Мойындалмаған туралы ешқандай мәлімет жоқ. Нейтральный баспасөз несі деп айтайық. Бірақ сонымен бірге Ресейдің халықтық пікірін әскери интервенцияға дайындау үшін Кремль бақты исламшыл лаңкестердің, тонаушылардың, басқа елдердің келген бандиттердің, зорлаушылардың және Ресейге қарсы ұлтшылдардың деген сияқты осындай бақ жариялапты. Өз қай жерде деген Ресей халықтық пікірін әскери бақта. В общем, Кремльдегі өздеріндегі бұқаралық ақпарат құралда осындай мәліметтер бір ауыз таратқан екен. Оны себебі Тоқаев шетелде ұйымдасқан орталықтан жүргізілген тұрақсыздандыру операциясын айыптағанда Путин арқылы Қазақстанға әскерлер мен танктер жіберуге сылтау тапты дейді. Батыс үкіметтері тирандық режимге қарсы тұрған халықты қолдайтындай жалтанбағандықтан Ресей президентінің қолдары бұрынғыдан да еркін болды. Тіпті Қазақстан билігі 160 адамды өлтіргенін және 6000 қамауға алынғанын жариялаған. Соңда тек ресми және уақытша тұлғалар ғана Еуропалық одақ диалогта қайта бастауға шақыруға батылы барды. ақш Кремльді Украинаға қатысты барлық айыптауларынан кейін Қазақстанда тәртіпті қалпына келтіруді ұстамды болуға шақырды. Империалистік державалар саяси сахнаға шығуы американдық, британдық және француздық газ, мұнай, металлургия және ядролық өндірістердің алпауыттарының операцияларына кедергі келтірген халықты кезекке келтіруді Путиннің сарбаздарына алуды жөн көрді. British Gas, Chevron, Exxon Mobil, Total Energies, Arcelor, Arena, бұрынғы Арева және жетекші қытайлық компаниялар Қазақстанға Эльдорадо ретінде қарады дейді. Эльдорадо дегеніміз сол баяғы бір алтын адам деп атайық, кейін алтын мемлекет деп қаралған нәрсе. Сонда Қазақстанға алтын мемлекет деп қаралған екен. Олар жергілікті немесе Ресей билігі тонауды жалғастыру үшін қолдан келгенін бәрін жасайды деп күтеді. Ал Қазақстанның мұнайы, газы немесе ураны наразылық білдірген жұмысшылардың қанына сіңіп қалуы оларды алаңдатпайды дейді. КСРО ыдыраған 30 жыл ішінде қазақ бюрократиясының билеуші кландары елдің қазба байлықтарын ірі трансұлттық корпорациялардың тәбетіне дейін жеткізу арқылы ақша табуды өз мойнына алды. Олар осы паразиттік пайда табуды және капитализм алпауыттарының мүдделерін қажет болса Путиннің көмегімен қорғайды. Қазақстанда Путин Ресейдің халықаралық держава болып қала беретінін көрсетудің жолын тапты. Осылайша ол өзінің үгіт насихаты тоқтамайтын ұлы Ресейдің
тарихи рөлін сомдайды. Сталин екінші дүниежүзілік соғыстың соңында орталық және шығыс Еуропадағы жұмысшы революциясының кез келген мүмкіндігін басып, әлемдік тәртіпті сақтауда дәл осындай рөл атқарды деп мәлімдепті. Бірақ оған әлемдік буржуазия ол орта таптық адамдар жалпы әлемдік буржуазия батасын берсе де, наразылық қозғалысын жою үшін Ресейдің араласуы жеткілікті болады деп ештеңе айта алмады. Қазақ режимі осыдан 10 жыл бұрын мұнай газ ереуілшілеріне қарсы қан төгіс жасап, оларға қарсы шыққан жұмысшылар мен кәсіп одақ өкілдеріне ауыр жазалар тағайындады. Бұл жақында бағаның өсуі мен режимге қарсы күресті бастаған Жаңаөзен қаласында болды. Соңғы айларда мұнай, газ және көлік қызметкерлері ереуілдері қарсы заңдарға бағынудан бас тартты және жалақыны көтеруге және еңбек жағдайларын жақсартуға қол жеткізді депті. Жалпы енді бұл мәліметке сену-сенбеу екі талай, себебі бұл ақштық Балтимор, Мэриленд дегендегі веб-сайттық авторлық құқығы бар Spark компаниясына тиесілі мәлімет екен. Сондықтан бұл мәлімет мен тарапынан ештеңе жоқ. Бұл толықтай Sparkқа тиесілі мәлімет.